Оғыз мемлекеті 9 ғасыр 11 ғасырдың ортасы. Оғыз мемлекетінің құрылуы. Оғыздар жайлы деректерді 9-10 ғасырлардың басындағы араб тіліндегі шығармалардан кездестіреміз. Оғыздарда мемлекет болғандығы туралы Әл-Якубидің географ Әл-Фақихтың еңбектерінде айтылады. Оғыздардың тайпалық құрамы туралы деректерді Махмуд Қашқари еңбектерінен кездестіреміз. Орыс жылнамаларында да оғыздар туралы айтылады. Бұл жылнамаларда оғыздар печенегтерге, хазарлар мен еділ бұлғарларына қарсы бірлескен күреске байланысты торг деп аталған. Оғыз тарихындағы бірқатар оқиғалар Оғызнама эпикалық шығармасында баяндалған. Деректерге қарағанда оғыз тайпалары Жетісу аумағында қалыптасқан. Оғыздар құрамына түркі тілдес көшпелі тайпалар ғана емес, үнді еуропалық және фин-угор тектес тайпалар да енген. Түрлі рудан тұратын тайпалар бірігіп, тарих сахнасына Оғыз есімімен шықты. Батыс Қазақстан аумағында келгенге дейін оғыздардың Жетісуда ескі Гузия деп аталатын ордасы болған. 8 ғасырдың екінші жартысында қарлұқтармен күрес нәтижесінде оғыздар Жетісуды тастап, Сырдария бойы аумағына қоныс аударды. 9 ғасырдың басында оғыз көсемдері печенегтерді талқандады. Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал бойының далалық алқабын басып алды. 9 ғасырдың соңында олар хазарлармен одақтаса отырып, печенегтерге соңғы соққы берді де Жайық пен Еділ бойы аралығын толық иемденді. Печенегтермен болған ұзақ күрес оғыздардың 9 ғасырда мемлекет құруына ықпал етті. Оғыздардың орталығы Янкикен қаласы Сырдария бойында көшпелі және отырықшы мәдениет тоғысында орналасты. Оғыздардың мемлекеттік құрылымы және саяси тарихы. Махмуд Қашқари оғыздардың бастапқы кезде 24 тайпаға бірігіп, боз оқ және үш оқ деген екі топқа бөлінгендігін келтіреді. Боз оқтар ерекше артықшылықтарға ие болды. Оғыз мемлекетінің басшысы, жоғары билеушісі Жабу деп аталды. Әскердің бас қолбасшысы сюбашылар әскери кеңеске сүйенді. Оғыз мемлекеті біртұтас болған жоқ. Жоғары билеушінің билігі тайпалық ақсүйек қауымның кеңесімен шектелді. Билеушілердің әйелдері де сарай өміріне маңызды рөл атқарды. Мұрагерлерді тәрбиелеу үшін арнайы қамқоршылар, атабектер тағайындалды. Оғыз мемлекетінде сонда жоғарғы билеушісінің титулы Жабғу, бас қолбасшысы сюбашы және де мұрагерлерді тәрбиелейтін арнайы қамқоршылар, атабектер деп аталады. 10 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басында мемлекетте салық жүйесі жұмыс істеді. Мұның өзі оғыздарда басқару жүйесі болғандығын байқатады. Оғыздардың негізгі бөлігі көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Арғы бабалары оғыз қағанның қозғала беріңдер, отырықшы болмаңдар, жоқшылықты білмей, көктемгі, жазғы және қысқы жайылымдарды сағалап, өзен бойымен көшіндер деп өсиетіне берік болды. 10-11 ғасырлардағы деректерде оғыздардың Жент, Сауран, Сығанақ сияқты қалалары аталады. Малынан айырылған көшпелілер отырықшы өмір салтына көшті. Диқаншылық пен қолөнер олардың негізгі кәсібіне айналды. Оғыз көшпелі даласы Мәуереннахр мен Жетісудың егіншілік өңірлерімен тығыз қарым-қатынас жасады. Оғыздардың бір бөлігі ислам дінін қабылдады. Оғыз мемлекеті Еуразия тарихында маңызды рөл атқарды. Себебі олар 965 жылы Киев Русімен одақтаса отырып, Хазар қағанатын талқандады. 985 жылы Оғыз билеушісі Киев князі Владимирмен одақтаса отырып, Еділ Бұлғариясын жеңеді. Бұл Оғыз мемлекетінің саяси жағынан күшеюіне ықпал етті. Белсенді сыртқы саясат нәтижесінде оғыздар оңтүстікте Мәуереннахрмен шектесіп, батысында Кавказ аймағына жетті. 10 ғасырда Сырдариядан Кавказға дейінгі аумақ Оғыз даласы деп аталды. Белсенді сыртқы саясат және көп жылғы соғыстар қыруар қаржыны талап етті. Сол себепті жыл сайын салық ұлғайтылды. 10-11 ғасырлар аралығында оғыз тайпаларының салық жинауға наразылық білдірген көтерілісі басталды. Салжұқ көсемдері дағдарысты өз мақсаттарына пайдалана білді. Олар оғыз билеушілеріне қарсы көтеріліске басшылық етті. Дегенмен де Шахмәлік
жабғу тұсында оғыз мемлекеті қайтадан күшейіп 1041 жылы Хорезмді басып алды. Алайда 2 жылдан кейін Шахмалик салжұқтарға тұтқынға түсіп өлтіріледі. Ол оғыздардың ең соңғы билеушісі еді. Шахмалик жабғу. Салжұқтармен болған ұзақ жылғы соғыстар, тайпалардың ауыр салыққа қарсы көтерілістері оғыз мемлекетін әлсіретті. Әлсіреген оғыз мемлекеті Қыпшақ тайпалары көсемдерінің соққысынан түпкілікті құлады. Оғыздардың біршама бөлігі Қыпшақтардың қысымымен Шығыс Европа және Кіші Азия елдеріне қоныс аударды. Қалған бөлігі түркі тілдес дешті Қыпшақ тайпаларымен қосылып араласып кетті. Оғыз тайпалары қазіргі түркі халықтарының қалыптасуына қатысты. Қазақтардың этникалық тарихында да маңызды із қалдырды. 11 ғасырдың ортасында Орталық Азияда Қыпшақтар үстем жағдайға ие болды.